қазір мен ортаға шашамын қанталапай, қызыл асық бірінші топ, одан кейін ақ асық екінші топ, одан кейін көк асық үшінші топ, яғни бөлінеміз. Кімнің қолына қандай асық түседі екен? Ал отыра қалыңыздар. Бірінші топ хандар тобы, екінші топ жыраулар тобы, үшінші топ батырлар тобы. Бастамас бұрын мен сіздерге бір бейнебаян көрсеткім келіп тұр. Бәріміз экранға қараймыз. Жақсы, енді кімнің өлеңі? Ақтамбердінің өлеңі, Ақтамберді Сарылы. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақтамберді жыраудың шығармашылығы. Ал енді ары қарай біздің оқу мақсатымыз, бүгін біз қандай жұмыс атқарамыз? Яғни әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілердің эпилог пен прологтарды анықтайды етеміз. Енді олай болатын болса, мен сіздерге сабақты бастамас бұрын Ақтамберді жырау туралы, өмірі, шығармашылығы туралы кішкене бейнебаян көрсетейін, ары қарай мақсатымыз бойынша жұмыстар атқарамыз. Хабарымыздың қиссасын қазақтың көне жыраулық мектебінің бет өкілі Ақтамберді Сарылының өмір тарихы, жыр тұлғаларының танымдық қасиеті және шығармашылығынан бастамақпыз. Ақтамберді жырау 1675-1768 жылдары өмір сүрген. Ол оңтүстік Қазақстан өңіріндегі Қаратау баурайында дүниеге есігін ашқан. Болашақ жырау Жалмағай туысы Бердіке есімді батырдың қолында өседі. Егін шаруашылығын игеруді үйретуді қолға бұл тұлғаның халқына деген жанашырлығы жан-жақты болғанының тағы бір айғағы бар. Жалпос жыраудың шығармашылығында өресі биік. Ол сол дәуірде өмір шындығын толғаған. Қоғамдық, әлеуметтік сарындағы тақырыптарды да қамтыды. Тұрмыстың қыр-сырын, отбасы, ерлік, жер мәселесінде көркем бейнеледі. Сондай-ақ нақыл сөздер мен шешендік өнердің де шебері. Ұлы иесінің орындау ойлары мен бірегей шығармалар. Сіздерге қазір қосымша мәлімет беремін. Сол бойынша бейнебаяннан көрген мәліметті біріктіре отырып, бүгінгі сабақты ашып көрсетіп бересіздер. Жақсы.
мұқият тыңдап отырыңыздар. Осы өлең жолдарын тарихи тұрғандай, Ақтанберді жырау 17 жасында қалмақтармен бірге Орта Азия билеушілеріне қарсы соғысқан болатын. Бұл соғыстарда ол өзінің батырлығымен ерекшеленіп, кейінірек өзінің әскер басу қасиетіне көзге түскен болатын. Көптеген соғыстарға ысылған, батыр атанған Ақтанберді жырау тарихта қалған ұлы апат жылдары атты еңбекте шығармашылықтарда жүреді. Жоңғарларға қарсы ұлт азаттық көтерілістің ұйымдастырушыларының бірі Ақтанберді жырау. Өте жақсы көптен қалатын өңдерінде жауға қарсы көзге жариялай жетеді. Шабыттандыратын болған, халықты. Еліп көрсеткен батыр өжет тереткір сөздермен қалың қауымға әсері күшті болған жауынды жырау деп санайды. Сарына нақыл шешен сөздердің шебері. Жақсы айтты ма? Рахмет. Сіздерге сіздер оларды 2 күннен бағалайсыздар, иә? Ал батырлар тобы сіздер қалай бағалайсыздар? 2 күннен бағалаймыз. Өте жақсы. Ал олай болатын болса, біздің ордамызға жыраулар тобын шақырайық. Айтып кетсеңіздер, сіздерге берген тоқталып. Шығармашылығы, иә? Өте жақсы. Өте жақсы. Өз елімізде Ақтанберді жырау, өз өлеңдерінде рухани жыраулар шығаратын болған нақылдық толғаныстар мен көшпенді қазақ елінің арман мақсаты және өз ойын жеткізуді жақсы көрген. Және де оның жан дүниесіне жақын ұлттық рухтың үнін жеткізетін жырау идеясы елдің тұлғалары үшін жаратылған күш. Тамаша. Жыраудың кісіне жаңағы видеода көрсетілген жастан асқан балаларға және де түйе мінез сөздер атты прологында қазақ халқының ерекшеліктері, мінез құлқы және де олардың болмыстық
болмыста өзіндік ерекшеліктерін баяндаған. Мал атауының 13-ші жылғы киігінің көшпелілер өмірінде өмірін Ақтамберді сияқты ешкім талқыған ақын. Ол жылқыны тіршілік көзі, батырдың жан серігі және де жалған ер тұлғары деп санаған. Бұл жаңағы жылқыдан асқан болғанын артышқан Өте тамаша. жалпы Ақтамберді толғауларының өн бойынан отанға деген сүйіспеншілік, ерікті әрекеттер, ел тәуелсіздігін ардақтаған рухты жырауларды байқаймыз. Әсіресе жыраудың күдір кісінетіп деген ұзақ толғауының екпіні ерекше. Жақсы. Ал енді қалай бағалаймыз? 2 күн бересіздер. Батырлар тобы 2 күн. Түсінікті өте ашып берді, иә? Жақсы, рахмет. Сіздерге жасаған дүниелеріңізді таңдаған қойсаңыздар болады. Ал енді ортаға біз батырлар тобын шақырамыз. Жылы қазақ ауызы бізберді тарапында 18 ғасырдағы жинау поэмалар зерттеп отырып, Ақтамберді эпостық жанрдың ақыны, ол өзі шығармашылығында батырлардың ерлігі мен ардақтары туралы өте көркем дүниелерді. Ал егер Бекен Темір туралы пікір туралы айтатын болсақ, ол Ақтамберді мағлұматтарға сүйенсек, Ақтамберді 1993 жасында қайтыс болды. Және оның сауаттары оның отбасына берілді. Тамаша. Осы сауатты жәдігерлері жылы өтеді. Себебі 2010 жылы осы бағыттары қайтыстары өтті. Бірақ осы шекарада олар қозғалуға тап болды. Адамдар олардың дүние мүлкі таңжарға келеді. Осы ұйымдар әшекердің арасында жатқан сауытты белгісіз біреулер мұражайға тапсырған екен. Кейінірек тек қалған жан ұрпақтары осы сауытты өздіре бастады. Сұрастырған олар семейдің мұражайында тұрғанын Журналистика должны заранее всегда даривать. Сара Ақтамберді туралы ол атақты ақын және де батыр ретінде есіне алады. Өте тамаша. Қандай керемет мағлұматтар алды, иә? Жалпы жырауға айтылған пікірлер және жырауды зерттеген зерттеушілер туралы, иә? Тамаша. Қошемет көрсетеміз. Ал енді сіздер қалай бағалайсыздар? Батырлар тобын. 2 күн. Сіздер де 2 күн бересіздер, иә? Ашып, айқындап берді. Жақсы, ордарыңызға жайғасқаныңыздар болады. Кері байланыс жасау үшін мына сіздер Обсконың класымен жұмыс жасап жүрсіздер, иә? Бәріңіз алдарыңыздағы параққа бірінші менің ойымша, екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндірем, үшінші сөйлем, мен мына мысалдармен дәлелдей аламын, және соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешуге келдік деп бүгінгі сабақты қорытындылаймыз.